Фатых сүресі. Рахман, әрі аса рахымда Алланың атымен бастаймын. Шүбәсіз, біз саған көптеген жеңістердің басы болған, ап-айқын жеңіс нәсіп еттік. Міне осылайша, Алла сенің өткен һәм келешек күнәларыңды кешіреді, саған берер нығметін тамамдайды, және сені өзінің разылығымен мәңгілік баянды бақытқа жеткізетін тұп-тура жолға салады. Сондай-ақ Алла сені қолдап, айтулы ұлы жеңіс нәсіп етеді. Алла иманы күшейген үстіне күшейе түссін деп, мүміндердің жүрегіне тыныштық ұялатып, көңілдерін орнықтырды. Күллі аспан әлемі мен жердің әскерлері Алланыкі. Алла Алим, қайысты қандай ниетпен істегендеріңді жақсы білетін, шексіз ілім иесі. Хаким, барлық істер мен үкімдері хикметке толы, асқан даналық иесі. Мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді ішінде мәңгі бақи мекендейтін, жайқалған бау-бақшаларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргізу, әрі олардың күнә-қателіктерін кешу үшін Алла олардың жүрегін орнықтырды. Міне бұл Алланың құзырындағы елеулі жетістік, орасан зор табыс еді. Сондай-ақ Алла жайлы үнемі жаман ойда жүретін мұнафық ерлер мен мұнафық әйелдердің және мүшрик ерлер мен мүшрик әйелдердің сазайын беру үшін Алла мүміндердің жүрегін орнықтырды. Олардың мүміндерге тілеген жамандықтары өздеріне бәле болып жабыссын. Алла оларға қатты ашуланды, һәм рахмынан аластады және олар үшін жаһаннамды дайындап қойды. Олардың ақыры һәм барар жері қандай жаман еді. Күллі аспан әлемі мен жердің әскерлері Алланыкі. Алла азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әрісімен әр үкімі, хикметтерге толы болған теңдесі жоқ, даналық иесі. Уа Мұхаммед, шүбәсіз біз сені Алланың құдіреті күшті жалғыз жаратушы, исламның хақ дін екеніне куәгер, иман келтіріп игілікті істер істеген құлдарымызды сүйіншілеуші, әрі ақиқаттың ауылынан алыстап, адасып жүрген құлдарымызға ескертуші ретінде жібердік. Эй адамдар мен жындар! Біз Мұхаммедті Аллаға һәм оның елшісіне лайықты түрде иман етулерің үшін, Алланың дініне қолдау көрсетулерің, оған лайықты тағзым етулерің, және ертелі-кеш оны сен мінсізсің, кемелсің деп дәріптеулерің үшін пайғамбар етіп жібердік. Уа Мұхаммед, саған қол беріп, ант етіп жатқандар шынында да Аллаға ант беруде. Алланың құдірет қолы олардың қолдарының үстінде. Ендеше кім-де-кім сертінен таятын болса, онда оның кесірі өзіне тиеді. Ал кім Аллаға берген сертінде тұрса, шүбәсіз Алла көп замай-ақ оған орасан зор сый береді. Уа Мұхаммед, умра сапарына аттанған мұсылмандарға қосылмай, Мәдинада қалып қойған бәдәуилер саған, біз мал дүниеміздің, отбасымыздың қамымен жүріп, өзіңмен бірге умраға бара алмай қалдық. Сондықтан біз үшін Алладан кешірім тіле деп сылтау айтады. Задында олар құр тілін безеп, жүрегінде болмаған нәрсені айтады. Яғни бұл олардың шын жүректен шыққан шынайы сөз емес. Ендеше оларға, егер Алла сендерге қандай да бір зиян шектіргісі келсе, немесе бір пайда келтіруді қаласа, Алланың алдында сендер үшін кім не істей алады? Яғни сендер үшін Алланың ісіне кім қарсы келе алады дейсіңдер деп айт. Олай болса, сендер қанша жерден сылтау айтып, ақталсаңдар да, бәрібір Алла сендердің не істеп не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Анығында, сендер тәуекелге бел буып, умра сапарына шыққан Алла елшісі мен мүміндер сол сапарда мүшриктердің қолынан жаппай қаза тауып,
бұдан бұлай әсте үй ішіне орала алмайды деп ойлаған едіңдер. Тіпті осынау арам ойларың, жүректеріңде Әзәзілдің қолымен безендіріліп, көңілдеріңе майдай жаққан болатын. Сондай-ақ сендер Алла мүміндерді қараң қалтырады, исламның мерейін үстем қылмайды дегендей жаман ойда болдыңдар. Сөйтіп құрдымға кетуге лайық қауым болдыңдар. Кімде-кім Аллаға және елшісіне иман етпесе, жүгінбесе, шүбәсіз біз кәпірлер үшін жалын атқан от дайындап қойдық. Күллі аспан әлемі мен жердің елігі, һәм шексіз билігі бір Аллаға тән. Ол қалағанын жарылқап кешіреді, қалағанын жазаға тартып азаптайды. Алла ғафур. Құлдарының күнәлары қанша жерден ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, тәубе етіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Уа Мұхаммед, сендер мол олжаға кенелетін жорыққа аттанып бара жатқанда, кезінде өздеріңмен бірге умра сапарына шықпай, Мәдинада қалып қойғандар, рұқсат болса, біз де сендерге еріп барайық дейді. Міне олар осылай Алланың үкімін өздерінше өзгерткісі келеді. Сен оларға, сендер бізге ер алмайсыңдар. Алла тағала кезінде сондай үкім айтқан де. Сонда олар, жоқ олай емес, сендер бізден Алланың берейін деп тұрған олжасын қызғанасыңдар дейді. Керісінше олардың өздері көп нәрсенің байыбына бара бермейтін, өресі тар адамдар. Уа Мұхаммед, кезінде жорыққа шықпай, Мәдинада қалып қойған бәдәуилерге, жуырда сендер арны күшті жауынгер қауыммен соғысуға шақырыласыңдар. Сонда олармен қасыққандарың қалғанша соғысатын боласыңдар. Яки олар соғыспай-ақ Аллаға мойынсынып мұсылман болар. Егер бұл жолы қалтқысыз бойсынсаңдар, Алла сендерге керемет сый береді. Ал егер баяғы әдеттеріңе басып сырт айналып, соғыстан ат-тондарыңды ала қашатын болсаңдар, онда Алла сендерді жан төзгісіз азапқа тартады деп айт. Соғысқа қатысу мәселесіне келсек, зағипқа тағылар айып жоқ, ақсаққа тағылар айып жоқ, сондай-ақ науқасқа да тағылар айып жоқ. Кімде-кім, қай мәселеде болмасын, Аллаға және елшісіне қалтқысыз бағынса, Алла оны жайқалған бау бақшасының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргізеді. Ал кім мойынсынудан бас тартып, сырт айналса, Алла оны жан төзгісіз азапқа тартады. Шүбәсіз Алла Худайбияда, әлгі ағаштың түбінде, өзіне қол беріп, ант еткендерінде мүміндерден разы болды. Олардың жүрегіндегі хақтың кедеген, риясыз ықыласты көрді. Сол себепті оларға жан тыныштығы мен жүректің орнығуының кепілшісі болған рахмын төкті. Һәм оларды жуырда жүзеге асатын елеулі жеңіспен марапаттады. Сондай-ақ оларды жуық арада қол жеткізетін мол олжамен марапаттады. Алла азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким. Әрісімен әр үкімі көп деген хикметтерге негізделген теңдессіз даналық иесі. Уа мүміндер, Алла сендерге одан басқада мол олжа уәде етті. Оған әләқ қол жеткізесіңдер. Ал әзірше Хайбар жорығынан түскен осы олжаны нәсіп етті, және сендерге қас адамдардың суық қолын тигізбеді. Алла мұны мүміндер үшін Алланың уәдесінің хақ екендігін көрсететін айғақ болсын деп, және сендерді тура жолға салу үшін істеді. Сонымен қатар, сендердің әзірге қолдарың жете қоймаған басқа да көптеген олжалар бар. Алла оларды да шексіз ілімі әрі құдіретімен қамтыған. Һәм уақыты келгенде сендерге соның бәрін нәсіп етеді. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Егер көпірлік қылған мүшіріктер Худайбияда мәмлеге келмей сендермен соғысқанда,
арындарыңа шыдай алмай ту сыртын беріп қашар еді. Содан кейін өздеріне қорған болар бірде-бір дос та, қолдаушы да таба алмас еді. Алланың бұрыннан келе жатқан айнымас заңы һәм бұлтармайтын жолы міне осы. Алланың заңы мен жолынан ешқандай өзгеріс таппайсың. Ол Мекке алқабында сендерді мүшриктерден үстем етіп, жеңіске жеткізген соң, олардың қолын сендерге, сендердің қолдарыңды оларға тигізбеген Алла. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнің бәрін көріп тұрады. Көпірлікте әбден табандағандар және сендерді харам мешітіне жібермей, қаңтарулы тұрған құрбандық малдардың межелі жеріне жетуіне бөгет жасағандар, міне солар. Егер онда Меккеде сендер танымайтындықтан соғыс жағдайында білместікпен таптап жаншып өтіп, обалдарына қалуларың әбден мүмкін болған мүмін ерлер мен мүмін әйелдер тұрмағанда, Алла сендерді мүшриктермен соғысудан тыймас еді. Алайда Алла Меккедегі мүміндерге қауіп төнбес үшін және ондағы халықтың көбін түптің түбінде тура жолға салу арқылы қалағанын рахымына бөлеу үшін солай істеді. Егер сол кезде олардың Меккедегі мүміндер мен кәпірлердің ара жігі ажырағанда, онда күпірлік қылғандарға міндетті түрде жан төзгісіз азап берер едік. Күпірлік қылғандар жүректеріне менмендік, рушылдық және өшпенділіктен туындаған бірбеткейлікті, надандық дәуірінің бірбеткейлігін ұялатқан шақта, Алла пайғамбарына һәм мүміндерге жан дүниелерін тыныштыққа бөлеп, жүректерін орнықтырған рахмын төкті. Сондай-ақ тақуа сөзін, яғни жүрегіндегі иман мен мойынсұнушылық сезімін олардың ажырамас досы қылды. Негізінде олар бұған өзгелерге қарағанда әбден лайық еді. Алла бәрін лайықты түрде біледі. Шүбәсіз Алла пайғамбарының көрген түсін растады, һәм оны міндетті түрде жүзеге асырды. Алла бұйырса, харам мешітіне біреулерің шаштарыңды тақырлап алған, енді біреулерің қысқартқан күйде, ешкімнен қорықпай, емін-еркін кіретін боласыңдар. Алайда Алла сендер білмегенді білгендіктен, одан бұрын болатын жеңісті сендерге нәсіп етті. Хақ дінді бүкіл діндерден үстем ету үшін пайғамбарын тура жол және хақ дінмен жіберген бір өзі. Ендеше исламның хақ дін, Мұхаммедтің хақ пайғамбар екеніне куә ретінде бір Алла жеткілікті. Мұхаммед Алланың елшісі, онымен бірге болған мүміндер күпірлікте табандаған қаскүнем кәпірлерге тым қатал, ал өзара сондай мейірбан. Олардың әркез рүкуғ жасап, сәждеге жығылып, Алланың шексіз рахымы мен разылығын тілегенін көресің. Олардың белгісі жүздеріндегі сәжде ізі мен иман нұры. Бұл олардың Тәураттағы сипаты. Ал Інжілдегі сипаты бүршік атып, оны әлдендіріп, сағағын айра әбден толықсып, тіп-тік сабағымен бой көтерген егін сияқты. Ол егіннің бұлай өніп өсіп, сағағын айырып бой көтеруі дихандарды таң қалдырса, кәпірлер оны көргенде ашу-ызадан жарыла жаздайды. Алла олардың шынайы түрде иман келтіріп, игілікті істер істегендеріне кешірім һәм үлкен сый уәде етті.